Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Нұр Сезім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәл осындай шоколадный, өте дәмді әрі оңай жасалатын пирогтың рецептімен бөліскелі отырмын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер және менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдымен сүтті ысытып аламыз. Бұл жерде сүтті қайнатудың қажеті жоқ, жай ғана ысытамыз. Кейін оған қантты және какаоны қосып, барлығын біріккенше араластырамыз. Бізде осындай шоколадный масса шығу керек. Енді осыны бөлек алып қоямыз. Бөлек ыдыста 3 жұмыртқа мен қантты қосып, миксердің көмегімен 1-2 минуттай аппақ пена болғанға дейін миксерлейтін боламыз. Кейін осыған сұйық майды қосып, тағы да миксермен 30-40 секундтай араластырып аламыз. Енді біздің суып тұрған какао мен сүт қосылған массамызды қосамыз. Қоспас бұрын міндетті түрде венчикпен араластырып алыңыздар, себебі түбінде какао не болмаса қант шөгіп қалуы мүмкін. Осылай миксермен араластырып аламыз. Енді бөлек ыдыста ұн мен разрыхлительді, яғни қопсытқыш екеуін араластырып, біздің сұйық массамызға 2-3 бөлікпен қосатын боламыз. Алдымен миксерді жай ғана араластырып алатын боламыз, себебі біздің ұнымыз жан-жаққа шашырап кетуі мүмкін. Сол үшін басында жай ғана араластырып, кейін ғана миксердің жылдамдығын қосып араластыратын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір тіркеліп, менің басқа да видеоларымды көре аласыздар. Егер видеоларым ұнап жатқан болса, қолдау көрсетіп, лайк, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Бұл мен үшін өте маңызды, сол үшін сіздерден қолдау күтемін. Қамырдың консистенциясы дәл осындай болуы керек. Кейін өзіңіздің қалауыңыз бойынша майдалап туралған арахистар, не болмаса замороженный ягоды қоссаңыздар да өте дәмді болып шығады. Кейін осы дайындап алған қамырымызды біздің домалақ не болмаса төртбұрышты формамызға салатын боламыз. Менде бүгін диаметр 22 сантиметр болатын домалақ форма. Осылай орналастырып алғаннан кейін міндетті түрде ішіндегі бос ауаларды шығару үшін осылай 1-2 рет сілкіп аламыз. Кейін осы пирогты қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін бөлме температурасына дейін суытамыз. Суығаннан кейін формадан алып, енді бетіне украшение жасаймыз. Ол үшін шоколад пен сары майды ерітіп, осылай бетіне жағып шығамыз. Қалауыңыз бойынша басқа да заттармен әрлесеңіздер болады. Кейін осы шоколадтың үстіне арахис не болмаса басқа кокосовый стружки сепсеңіздер де болады. Ол енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, фантазияларыңызға байланысты. Мен бүгін көріп тұрғандарыңыздай осындай шоколадты және бетіне арахис сепкен болатынмын. Өте дәмді болып шықты және үйдегілерге қатты ұнаған болатын, және көп уақытымды да алған жоқ. Бар болғаны 1 сағатта пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін, себебі өте дәмді пирогтардың бірі, әрі оңай жасалады және балаларыңызға да сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Сол үшін міндетті түрде жасап, комментарий бөлімінде нәтижелеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Достар, менің видеом ұнаған болса, соңына дейін көрген болсаңыздар, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар және видеоға лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.